Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай үй жағдайында заварный крем дайындайтын боламыз. Описание бөліміне қажетті заттардың мөлшерін жазып кетемін. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 150 грамм қантты салып және ванилинді қосып араластырып аламыз. Бұны венчикпен араластыра берсеңіздер болады, немесе вилканың көмегімен де араластырамыз. Бір келкі масса шыққаннан кейін кукурузный крахмалымызды қосып, үстіне қаймағымызды қосып, менде 20% қаймақ болды. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса шыққаннан кейін баяу отта үздіксіз араластырамыз. Тоқтамауымыз керек. Бұл баяу отта тұрғандықтан тез қайнап кетеді. Сондықтан жанынан алысқа кетпеңіздер. 5-10 минут өткеннен кейін осындай көпіршіктер пайда болады. Тоқтамай ары қарай да араластыра береміз. Әйтпесе түбі жабысып кету қаупі бар. Крем қоюланғаннан кейін үстіне майды қосып, тағы да 5 минут араластырамыз. Май ерігенше. Одан кейін оттан алып суытатын боламыз. Мінекей бізде майымыз еріді және қоюлана түсті креміміз. Оны таза ыдысқа бөлек салып суытатын боламыз. Бетін пищевой пленкамен немесе салфанмен жауып қойып қойсаңыздар болады. Менде 15-20 минуттай тұрып толықтай суыды. Осындай пакетикке немесе салфанмен салып пайдалана берсеңіздер болады. Кез келген тортқа жарайтын крем. Дәмі мороженый пломбирдің дәмі келіп тұрады. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Үй жағдайында осындай қою дәмді крем шығатын болады. Мінекей достар, осындай дәмді заварной кремді аз уақыттың ішінде қолжетімді заттармен жасасаңыздар болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира.